Отандық байланыс операторы халықаралық әріптестікті нығайтып, жаңа технологияларды игеруде. Осымен 4-ші рет ұйымдастырылып отырған карьер митинг конференциясының аясында алыс және жақын мемлекеттердің телекоммуникация мамандары Алматыда бас қосты. Телекоммуникация операторларының дәстүрлі құрылтайында IP-MPLS жүйесінің тұсауы кесіліп, жаңа түрінің мүмкіндіктері кеңінен таныстырылды. Жылдан жылға ауқымы өсіп келе жатқан трафик жаңа технологиялар енгізуді талап етуде. Бұл бағытта Қазақтелеком шетелдік әріптестермен етене жұмыс істеп келеді. Ол тариф бойынша, халықаралық төлем бойынша, халықаралық қалындай интернет бойынша, сол бойынша қазір негізгі біз жиынды өткізіп жатырмыз. Сонсын бұрынғы болған дифференциация деген нәрсе, ол юридический жекеменшіктерге бір тариф бердік, енді адамдарға бір тариф бердік. Конференция аясында талқыланған тағы бір маңызды мәселе интернет транзиті. Сарапшылардың айтуынша көлемі жағынан бұл жүйе халықаралық телефон байланысын қуып жеткен. Демек, ең соңғы IT технологияларды кеңінен қолдану қажет дейді байланыс операторлары. Бүгінде Қазақтелеком өзінің әлеуетін толық пайдаланып келеді. Тек географиямен шектелмей жаңа технологияларды да сәтті игеруде. Және тағы бір қуаныштысы Қазақтелеком мен Ростелеком компанияларының алдағы жоспарлары, жалпы жүйенің болашағына деген көзқарастары өте ұқсас. Бүгінде Қазақтелеком әлемдегі 50-ге жуық байланыс операторларымен серіктестік орнатып, қоян-қолтық жұмыс істеп жүр. Мұнымен қатар компанияның Мәскеуде, Франкфуртте және Гонконгта телекоммуникация тораптары іске қосылған. Ұлан Нарынбек, Асқар Серғалиев, Марат Қырықбаев, Хабар агенттігі, Алматыдан.